бір адамның өмір сүруге деген құлшынысы кеміп, бүкіл жолы жамылып түңілгендей болады. Өзін ешкімге керек емес деп сезінгеннен өткен азап бар ма? Үйіндегі жылтыраған заттың бәрін сатып жіберген. Содан күнделікті нан суын тауып іше алмайтындай төмен түсіп, шың басына шыңылау құзға құлдырап, мас күйде құлдырап жатқанда көзіне кереует алдында тұрған ескі қобдиша түсті. Ей, мынау менің бір кездері қобдишам емес пе? Осының ішінде не бар екен? Сатуға тұрарлық бір зат табылса жақсы деп жорғалап барып кереует астына қолын созып шаң басып, мың қабат сүмелекпен баттасқан көне қобдишаны суырып алып ішін ақтара бастады. Жөні ештеңе шықпайды. Қисық шеге, табы жоқ балға, кәкір шүкір. Тек қынабында жатып тот басқан пышақ қана назарын аудара берді. Мынаны тазартып қайрап алсам, сонда да бір жартылыққа жететіндей пұл құрар, деп таттай көзі көрінмей қалған кезікті жеңіне сүртті. Одан қайрақ іздеді. Қобдишаның түбіне сынық қайрақ тауып алды. Пышақты соған қайрады. Одан сыртқа шығып құммен тазалады. Есігінің алдындағы тасқа жыныды. Қайтадан қайраққа салды. Біраз терін төкті. Әбден даттанып, пышақ екені білмей қала жаздаған дүниенің пішінін шыға бастады. Не керек, өзі де бұрынғы бес аспап шебер емес пе? Пышақты татынан арылтқанша бірнеше күн қайрады. Жүзі жарқырап, өзі сондай үшкір, жүзі қылпып тұрған өткір пышаққа айналған күні өз ісіне көңілі толған бейбақ. Ой, енді ұсқының кірді. Сені сатып алатын адам табылатынына сенімдімін. Мынадай өткір пышаққа бір шөлмек емес, бір жәшік арақ алатын шығармын деп ойлады. Ол сөйтіп тұрғанда көршісі жетіп келді. Көрші, сенің мал соятын өнерің бар еді ғой. Құрбан айт кезі бір үлкен сек әкелгенмін. Соятын қасапшы таппай отырмын. Көмектесіп жіберсеңші. Мә, қолыңда керемет кезік тұр ғой. Біздің үйде не көп, пышақ көп, бірақ мынандай алмас емес, деп бұны қояр қоймастан ауласына апарды. Аз уақыттың ішінде секті сойып мүшелеп берді. Көршісінен алғыс алды. Үйінде қонақ болды. Дастархан басында мұның шебер мас союшы екенін естігендер айттың қалған 2 күніне өздеріне шақырып пышағын әбден сынады. Әрі ең жақсы іске жұмсады. Адамдар алғыспен қоса қалтасына ақша салды. Құрбандыққа қалған малдың етінен ет бөліп берді. Аз күннің ішінде үй ішінің әл-ауқаты оңалып өзгеріп қалды. Содан бұрынғы шебер пышағын ұстап отырып ойланды. Сен ғой, тот басқан пәлен жылдан бері аяқ астында жаттың. Мен сені іздемедім. Мен бүліндім. Сені басқан тот мені де оңдармай басты. Жүрегім қарайды. Бар жақсы қасиетімнен айырылдым. Білген өнерім де ұмытыла бастады. Сені қалай тауып алдым, қаттан тазарттым, сол сәттен бастап сен пайдаға астың. Адамдарға көп пайдаң тиді. Сенің арқаңда мен де жұрттан жақсы сөздер естідім.